Зейнетақы алатындар, тезірек көріңіздер, жедел ақпарат тарады. Сәлеметсіздер ме, қымбат көрермен, біздің арнамызға қош келдіңіз. Әлемде және Қазақстанда болып жатқан жаңалықтарды ең біріншілерден болып білу үшін біздің арнамызға жазып өтіңіз. Видео астынан бірден лайк белгісін басып қойып, видеомызды жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Қазақстанның зейнетақы жүйесі туралы не білеміз? Жаңарған Қазақстан арнайы репортажының кезекті санында бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры жайында айтылады, деп хабарлайды Бақ.кз. Биыл 1 шілдеден бастап елімізде әлеуметтік кодекс күшіне енді. Енді салымшылар өзінің зейнетақы жинақтарын бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан ала алады. Жинақтаушы зейнетақы жүйесінің дамуы елдегі экономикалық ахуалға байланысты. Инфляцияның төмендеуі, бағалардың тұрақтылығы зейнетақы жинақшасының нақты құнына тікелей әсер етеді. Жарналардың тұрақты түрде түсу инвестициялық кіріске де әсер етеді. Себебі көп сома инвестицияланған сайын пайда да көбірек болады. Қазақстанның жинақтаушы зейнетақы жүйесінің тарихы қандай дағдарысы басына өткерді? Зейнетақы жинақшасы салық па? Қазақстанның зейнетақы жүйесі қандай деңгейден тұрады? Бұл туралы басқа видеоларымызда көре аласыз. Видеомызды жақындарыңызға, достарыңызға таратып қойды ұмытпаңыз. Алайда жақсылық тарату, оны жасаумен тең ұмытпайық. Бізді бақылауды жалғастырыңыз.